Assalamualaikum ағайындар, 29 қазан сенбі Ожар мал базары. Жылқылардың бағасын түсіретін боламыз. Малдар енді кеп отыр. Каналға тіркелмей көріп отырғандарыңыз болса тіркеп қолдап жіберіңіздер. Малдың бағасын біліп отырасыздар. Жеті жүз елу сұрақ тұр екен. Неше жасар? 4 жасар дейді. Шамбасында қалы бар екен туы. Осы жарық ма? Теке бұлақтікі дейді. Сортын айтшы? 707 190 65-23 дейді. Осы нөмерге хабарлап саудаласасыздар. 750 дедім ба бағасын? 750 сұрап тұр екен, саудасы бар дейді. 4 жасар дедім ғой, Жәнегі нөмерге хабарласасыздар. Мұндай байтал бар екен. 2,5 жасар. 450-ге дейді. Осы жардық. Олар жер 450 дейді. Оғар тайы. Деді қойдым. Құр жардық. Байтал 2,5 жасар. 450. Тай 220 сатыр дейді. Құр жардық. 220 дейді бағасы. 450-дің маңайында болса беріледі. Нақ болар жер. Сойсана шығып тұр соң еді. 2 жасар. 450-ге дейді ағамыз. Осы жардық. Кемде тұрған маған. Жараланып кетті арқаға. Кемде тұра. Жақсы екен, сиеміз. Көк неше жасар? 5 жасар. 5 жасар дейді. Бағасы 750 саудасы бар дейді. Ұржардық мұсы? Ұржардықы дейді. Мыңға. Сотында черес ме? 702 108 08 93 осы нөмерге хабарласып саудасын жасайсыздар. Ұржардықы дейді. Мынау қарағынан мен маған жабағы. Арғылар ғой. Қазір мына жақта күн тұр екен, мына жағынан сүрек. Міне. Бір құнан 2 жабағы бар. 550-ден. Жақсы екен. Күйлері. Ерғанбай алынқы. Сотқы қанша Ерлан аға? 8,705 563 26 23 дейді. Ерғанбай. Осы нөмерге хабарласып саудаласасыздар. Осы нөмерге хабарласыңыздар, саудасын жасаңыздар. Саудасы бар дейді. Мына ұшпас біреу. Екеу жабағы, біреу құнан. Бие. Құлынды бие. Неше жасар екен ей, құлыны мен? 750 сұрап тұр құлынды биеге. Ерғабанбай ауылының қатар. Шыққет олар ғой көктемде. Айырға шықып кеткен. 5 жасар дедіңіз ба? 5 жасар дейсіз ба? Жоқ ой 5 жасар. 3 жасар. 3 жасар дедіңіз ба? Еткет олады. Көктемде. Шыққет олады. Көктемде 3-ке толады дейді. Ұрғаш, жуас. Ұржардық қой осы, Ұржардық қой. Міне, мана. Жуас дейді өте. Малданғанға. 500 деп тұсы ба? Саудасы бар дейді. Аэропортта тұрсыз А? Аэропортта тұрсыз ба?
500 сұрап тұр екен, саудасы бар дейді. Осы жарыққа аэропорт жақта абай көшесінде дейді. Көкпе ondan asқан дейді. 600 дейді бағасы, саудасы бар дейді. Бұл жарық ма осы апай? Бұл жарық дейді. Күн түсті ма? 1,5 жасар еркек шу жарыққа 380 сұрап тұр екен. Көкке 400 сұрап тұр. Bir kısmını koyayım. Bir жарым жасар еркек. Жақсы екен, 450 сұрап тұр, саудасы бар дейді. Ер Қабанбай ауылынікі. 1 жарым жасар полторашка. Нан бағасы қанша дедіңіз бе ашаға? 650 сұрап тұр дейді. Жасы екен, 4-5 жасар болдық. Саудасы бар дейді. 650 сұрап тұр дейді. Бүгінгі жылқылардың бағасы мөлшермен осындай. Каналға тіркелін көріп отырғандарыңыз болса тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар. Малдың бағаларын біліп отырасыздар.